Қала жігітіне алданған ауыл қызының хикаясы. Мектепті ауылдан бітіріп, үлкен қалаға оқуға түстім. Қалада туысқандарымыз болмағандықтан, пәтер жалдауға тура келді. Пәтерақыны ауылдағы ата-анам ай сайын салып тұрды. Ал мен шәкіртақыма күн көріп жаттым. Осындай күндердің бірінде сабақтан келе жатсам, жаныма бір ақ джип тоқтайды. Джиптен сымбатты бір ақ құба жігіт басын шығарып, «Қарындас, қайда барасыз? Жеткізіп тастайын», деді таза қазақша. Мұндай көріністі кинодан ғана көрген мен бейбақ, не істерімді білмей тұрып қалдым. Өзім қарапайым отбасыдан шыққанмын. Бір жағынан өмірімде осындай қымбат көлікке мініп көрейін деп ойладым. Біздің таныстығымыз осылай басталды. Оның есімі Нұрғожа екен. Алматыда 2 қабатты үлкен коттеджде ата-анасы, қарындасы 4-еу тұратынын айтты. Шынымды айтсам, ертегі әлеміне тап болғандай болдым. Ешқашан мұншалықты бай жігітке жолығам деп ойламаппын. Нұрғожамен кездесуіміз жиілей берді. Ақшаны уыстап ұстайтын десем артық айтқаным емес. Қазір ойлап қарасам, әр кездесуімізде айтатын сөзі байлық туралы болыпты. Ауылдан келген қарапайым студент қыздың бәрін саралауға енді ғана ақыл жетіп отырған жайы бар. Аузым ашылып әңгімесін тыңдай беретінмін. Келе-келе ол мені қатты қадірлейтінін айта бастады. Өйткені оның сөзімен айтсақ, мен сияқты қыз бүкіл әлемде жоқ. Басты себеп өздеріңіз де түсініп отырғандай, менің жігіт атаулысымен жақындаспағаным. Ал мен оның тәтті сөздеріне сене бастадым. Оны көрген құрбыларым, сені пайдаланып кеткісі келіп жүр дегенде, ешкімге құлақ аспайтынмын. Сол кезде құрбыларым шырылдап, мені құтқарғысы келген екен-ау деп қазір ғана ойланамын. Амал қанша, оның әрбір сөзіне құлай сеніп, еш күмән келтірмедім. Оның үстіне ол суретте ғана көрсететін 2 қабатты зәулім үйде келін боп жүргенім елестегенде қуанышым қойныма сыймайтын. Бір күні жазда екеуміз қыдырып жүрдік. Ол маған, «Сен тазамын дейсің, бірақ мен оған сенбеймін», деді. Мен шошып кеттім. «Қайдағы жоқты айтпаш» дегенімде, ол «Мүлдем сенбеймін айтқан сөзіңе. Басқада жігіттермен жүргенде олар қарап отырды дейсің бе?» деді. Оның алдында мектеп қабырғасында 2 жігітім болғанын айтқанмын. Ол кезде жігітпен жақындаспақ түгілі қол ұстасып жүргенге мәз боласың ғой. Мен жыларман болдым. Тіпті көзімнен жас шығып кетті. Ол кезде мен оны қатты сүйіп қалған едім. Қалайша ол менің адалдығыма сенбейді. Оған не айтсам